Assalamu alaikum көрермендер. Мен бүгін сіздерге төплеп болды, яғни жылы еденді қалай жасауды көрсететін боламын. Келесі пайдалы видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма лайк басып, подписаться батырмасын басып кетіңіздер. Жылы еденге алдыменен бізге мынандай құбыр қажет болады. 15-20 әртүрлі құбырлар бар. Осы құбырды, пластик құбырдың астына бірінші еденге онда фольганы төсеп аламыз. Фольганың үстінен жаңағы құбырымызды осындай қылып орнатып шығамыз. Арасын 15-20 қылып орнатып шығуға болады. Осындай ирек-ирек қылып фишер шуруппенен отырғызып шығамыз, сымбайлап. Құбырымызды орнатып алғаннан кейін оның үстінен стяжкамызды құйып шығамыз. Осылай қылып құямыз, үстін тегістеп. Құбырымыздан 2-3 сантиметр биіктікте жауып шығамыз. Мінекі құрметті көрермендер, еденімізді құйып алдық. Видео ұнаса қазақша YouTube арнасының дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.